Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қыс мезгіліне арнап әртүрлі жеміс-жидектерден компот жабудың тәсілін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін өткізбей қарап, рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Ең алдымен компот жабатын банкілерімізді жақсылап бірнеше рет жуып аламыз. Содан соң манты қазанда осы видеода көрсетілгендей булап аламыз. Қақпақтарында дәл осылай кішкентай кастрюльге салып қайнаған суда булап аламыз. Содан соң алдын ала жуып дайындап қойған жеміс-жидектерімізді осы банкімізге салып шығамыз. Менде жеміс-жидектер тәтті шие, алма және де өрік қолданып жатырмын. Өзіңіздің қалаған жеміс-жидектеріңізді салсаңыздар болады. Банкіні шамамен 15-20 минут булап алдым. Барлық жеміс-жидектерді бірін-кетін салып болғаннан соң қайнап тұрған суымызды үстіне құямыз. Қайнап тұрған суды құйып болғаннан соң қақпақтарын жауып, бөлме температурасына 20-25 минутқа қалдырамыз. Менде бөлме температурасында 20 минут тұрды. Келесі кезекте осы банкідегі суымызды сүзіп аламыз. Сүзіп алған суымызды тағы да жақсылап сақырлатып қайнатып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлық суымызды сүзіп алдық. Келесі кезекте осы банкілеріміздің үстіне шекерімізді саламыз. Мен әр банкіге 220 грамм шекер қостым. Егер 3 литрлік банкіге жабатын болсаңыздар, 300-320 граммдай шекер қосқандарыңыз дұрыс. Шекерімізді салып болғаннан соң жаңағы қайнаған суымызды тағы да үстіне құйып, осылай видеода көрсетілгендей етіп жауып шығамыз. Қақпағын жауып болғаннан соң құрамындағы шекер жақсы біркелікті араласу үшін осы видеода көрсетілгендей аунатып алсаңыздар болады. Содан соң бетін жауып жылы жерге 1-2 күнге қалдырамыз. Сонымен біздің компотымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Әсел. Баршаларыңызға рахмет.